Сәлем достар. Кеше тоқтаған жеріміз мынау болатын. Келесі субтитр мінекей. Esra Hanım'ı çok seviyorum. Sizden iyi olması çok daha güzel. Кешірім өтінемін, ол емес мынау. Evlilik programı, değil mi? Evlilik, ev деген үй, үйлілік, яғни үйлену туралы программа, бағдарлама. Дейіл деген емес, ми деген пе. Яғни бір хабарлы сөйлемді айтып өтір қойып, сосын дейілмі десе, мысалы үйлену туралы бағдарлама солай емес пе дегенді білдіреді. Дейіл деген емес, дейілмі десе солай емес пе деген сұрақ. Үйлілік программасы емес пе, немесе үйлену туралы бағдарлама емес пе. Sen de çok güzelsin. Сен де өте әдемісің. Allah razı olsun. Алла разы болсын, абла әпке. Bunalma gibi yani. Bunalma деген түрікше депрессия екен. Кешірім өтінемін. Bunalma gibi yani. Яғни деген сөз. Яғни депрессия сияқты, gibi деген сияқты. Mustafa abi rahmetli. Мұстафа аға рахметлі деген кезде марқұм деген сөзге жақын, немесе сол сөздің эквиваленті қазақша. Abimin de arkadaşıydı. Rahmetli babamın da adaşı olur. Abimin, ағамның да arkadaşı еді, досы еді. Рахметлі бабамның да марқұм әкемнің де адашы, аттасы olur, аттасы болып табылады. Havaalanı tarafında tekstil fuarı var. Bilmiyorum, bilir misiniz? Hava alanı. Hava әуе, алаңы, әуе алаңы, яғни әуежай, аэропорт тарапында, яғни жағында, әуежай жақта текстиль жәрмеңкесі бар. Білмейорум, яғни мен білмеймін, білер misiniz? Siz bilesiniz bе? Sonrasında işte Mustafa abiyle bu işlere girdiler. Sonrasında одан кейін істе, яғни солай міне дегенге ұқсайды. Содан кейін солай Мұстафа аға мен бірге, или деген бірге деген сөз. Осы істерге кірділер, яғни кірісті. Одан кейін солай Мұстафа аға мен бірге осы істерге кірісті. Мысалы, кірді десе бір адам туралы айтылған, кірділер болса, олар кірісті, яғни екі адам бірге кірісті. Лер көптік жалғауы. Abimin de elinden gelir yani. Яғни жаңа қазақ тілінде айта кетейін, жаңа алдыңғы субтитрге байланысты қазақ тілінде олар барды, ол барды дегенде етістікке көптік жалғау жалғанбайды ғой. Түрік тілінің айырмашылығы етістікке көптік жалғау жалғанатын болып тұр. Бұл менің білетін нәрсем емес, осы субтитрлерді оқып отырып ой жота жасаған түйіндерім. Абимнің де елінден келер, яғни ағамның да елі деген қолынан келеді, яғни. Dedemizden kalan bir evimiz var. Çöpüne dokunmadık, oturuyoruz. Мен мына жерде тек бірінші сөйлемді түсіндіріп өтейін, сосын соңғы сөз түсіндірейін. Мынаны мағынасын, аудармасын білгенмен, бірақ қазақша ассоциация арқылы ұқпадым. Сондықтан бұны қозғамай қояйын. Дедемізден, яғни атамыздан қалған бір evimiz, үйіміз бар. Отырмыз, яғни сол үйде отырмыз. Başka da bir şeyimiz yok. Басқа да бір затымыз жоқ, яғни
түрікше hiç şeyimiz дейді ғой, бір şeyimiz, қазақша ештеңеміз дегенге ұқсайды, ештеңе деген сөзге ұқсайды. Одан басқа ештеңеміз жоқ. Sağ olsun abimin askerden arkadaşı var. O da Аман болсын, сау болсын. Яғни біреу туралы байқадым, осы жерде жоқ адам туралы соны ескеріп атын айтқан кезде көбінесе сау болсын дейді, яғни амандық тілейтін адам болып тұр. Аман болсын, ағамның әскерден аркадашы досы бар, яғни әскерде кездестірген досы бар. Oraya koruma girdi abim. Орая, ол жерге, ол араға корума гирди абим. Гирді кірді, абим ағам. Ағам ол араға, ол жерге кірді. Қайда кірді? Корума. Корум деген қазақ тілінде бірдеңені қору, қорғаштау, қору деген, яғни күзету деген мағынасында. Мына жерде күзетке кірді болып тұр ғой. Қорық, мысалға қорғайтын жер, иә, қорғайтын белгілі бір табиғат алаңы, табиғат аясын қорық деп атайды. Қорым, барлығы бір түбірлес сөздер, яғни күзетке, охранаға кірді деген кезде корума гирди деп айтады екен түрікше. Барлығы былай негізі түсінікті, иә, мен жиып терген жаңағы субтитрлер өте түсінікті. Geç çıkıyor. Кеш çıkıyor, шығады. Үшінші тарап туралы айтқан кезде, иә, ол кеш шығады, geç çıkıyor. Sabah kaç dönüyor eve? Sabah, таңға қарсы dönüyor, қайтып келеді, eve, үйге. Yani şartları zor ama ne yapsın? 2 çocuk. Hanımı da rahatsız. Яғни шарттары қиын, зор. Ama бірақ не yapsın, жасасын. 2 çocuk, яғни 2 баласы бар деген мағынада айтып отыр ғой. Ханымы, әйелі, жары да рахатсыз. Рахатсыз, мазасыз деген аударма беріп тұр мына жерде, бірақ сериалдың қарап отырғанда оққаным, рахатсыз деген денсаулығы жоқ деген мағынада. Sen de git diye söyledi yani. Ben de hocaya sordum. Сен де гит. Гит деген қазақша кетке ұқсайды, иә? Бірақ кет деген қазақша кет, бар бір жаққа кет деп қуу болса, а гит деген түрікше бір жерге бар дегенді білдіреді екен. Сен де бар деп сөйледі, яғни деп айтты. Дие деген деп сөйледі, айтты, яғни мен де ходжая сордым. Мен солайша ходжадан, яғни мұғалімнен сордым, сұрадым. Hoca? Hoca, мұғалім. Hocamız var da bizim büyüğümüz. Hocamız var, мұғаліміміз бар. Сондай-ақ біздің бұйығымыз, бұйық деген үлкен, үлкеніміз, ақсақалымыз деген мағынада. Менің 10 минутым бітіп бара жатыр. Әлі 1 минуттайым бар екен. 10 минут біткен кезде видео өзінен өзі өшіп қалады. Сондықтан мен сіздермен бүгінше қоштасамын. Егер пайдалы деп тапсаңыздар, осындай форматтағы видеоларды лайк қоя салыңыздар, комментпен жаза салыңыздар мені қолдап. Ал егер қателескен жерлерім болса, және оны сіздер білетін болсаңыздар, міндетті түрде комментте жаза кетіңіздер. Ол өте жақсы болады. Бәріміз үшін түрікше үйреніп жатқан. Сонымен жақсы, хош сау болыңыздар.